танымал педагогтармен, Асхат Алимов деген бір ағамыз болды. Сол интерактивный метод обучения, интербелсенді оқыту әдіснамасынан сабақ береді көп университеттерде, мектептерде. Сол кісімен барып ақылдасып, мына кітапты қалай шығарған дұрыс, қалай тиімді болады. Сол кезде бірінші кітапта талқыланатын сұрақтарды берейік. Артынан кітапта жоқ сұрақтарды қойық. Негізінде кітаптың ішінен сұрақтар қою, ол бар, тұр, ол зачем? Сосын сұрақтар неге негізделу керек деді. Адам, ойыңыз қалай? Сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңіз қандай? Осы тақырыпта, осы сұрақта, немесе салыстыр, талдау жаса, эссе жаз деген қарасаңыз, Құран ілімдерінің әр тақырыбын сондай сұрақтар қойылады. Осы мәселеде қалайсыз? Не ойлайсыз? Сіздің пікіріңіз қандай? Білдіңіз ба? Кітаптағыны сұрамайды, адамның өз ойын сұрайды. Сол мәселеде салыстыруын сұрайды, талдауын сұрайды, көрдіңіз ба? Сондай сөйтіп ақылдаса отырып, сондай кітапта жазған едік.